Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын донердің, яғни лаваштың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз осылай заттарымызды дайындап алатын боламыз. Мен лаваштың қамырын магазиннен сатып алдым. Сіздер қолдан жасап істесеңіздер болады. Ең алдымен қызып тұрған табамызға кішкене мөлшерде майымызды құйып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін тауық етін майдалап турап алған, соны жақсылап қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Суы тартылғанша пісіретін боламыз, және дәміне қарай аз ғана мөлшерде тұз қосамыз, және үйде кез келген дәмдеуіштен қосып жіберсеңіздер болады. Дәмі ерекше дәмді болып шығады. Біздің суымыз тартылғанша бетін жауып, астын жай отта пісіретін боламыз. Біздің заттарымыздың бәрін дайындап, турап кесіп алдық. Жаңағы тауық етіміз пісті. Енді ең алдымен майонезіміз бен кетчупымызды лавашымыздың бетіне жақсылап жағып алатын боламыз. Екеуін жақсылап жағып алған соң қиярымызды орналастырып қойып аламыз. Қиярымыздың үстіне сәбізімізді қойып аламыз. Одан кейін жаңағы жақсылап пісіріп алған тауық етімізді, оны да көз мөлшерімен салатын боламыз. Фриімізді қойып аламыз. Және қызанағымызды қойып, кішкене дәміне қарай тұз сепсеңіздер болады. Барлық затымызды осылай орналастырып қойып алдық. Ал енді қамырымыздың екі шетін ортасына қарай бүктеп, жақсылап асықпай орайтын боламыз. Бұны жай ораңыздар, жыртылып кетуі мүмкін. Орап алғаннан кейін қызып тұрған табамызға екі бетін қызарғанша тағы кішкене қызартып пісіріп алатын боламыз. Біздің донеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.